Конкурстар келіп отыр ғой Маңғыстау жақтан. Мен өзім Маңғыстау күйшілік мектебінің өкілімін. Негізі мына жерде енді әрбір мектептен дәріс бере береміз ғой, бірақ тереңдетіп негізінде сол Маңғыстаудың күйлері. Одан қала берді Маңғыстаудың қазірде тың күйлері көптеп табылып отыр. Солардың бәрін дәріптеп жүрміз осы жерде балдарға. Сондықтан сіздерге де міне келіп отыр екенсіздер, бір-екі ауыз сөз айтып күйіміз тартып кетейік деп ойлаймыз. Мысалы Маңғыстауда енді конкурс болып жатыр. Мен шыны керек, көп балдар мысалы келе бермейді, беттей алмайды, өйткені өте зерттелмей қалған мектеп қой енді шыны керек. Мысалы 7 мектептің ішіндегі ең кең дамыған мына Батыс Бөкей Ордасының күйшілік мектебі дейтін болсақ, оның іргесінде тұрған Маңғыстау дамымай қалған. Ол не себептен білесіздер ме? Ол кезінде мына орыс патша үкіметінің саясаты мына біздің Маңғыстауға көп тиген, оны білетін шығарсыздар. Өйткені жаңа адай көтерілісі болды деген сияқты. Содан кейін түбегейлі Маңғыстаудың мәдениеті мен өнеріне қарсы болған ғой, жойылып кеткен. Мысалы, сол кездерде үйде керегеде домбыра да ілініп тұрмайды ғой, домбыра тартуға қорыққан жұрт бар ғой. Енді әйтеуір енді соның өзінде күйлеріміз аман қалып отыр ғой. Ол енді бірден-бір кімнің арқасы дейтін болсаңыздар, Сержан Шәкіратов ағайлардың ғой енді бірден-бір. Ең бірінші мысалы Есір Еспайлардың күйлерін бізге дейін жеткізген алтын көпір деп айтамын, ол енді Шамғұл Ыбырайымұлы деген кісі. Ол кісі болмаса енді бірде-бір күй бізге дейін жетпес еді шыны керек. Одан кейін оның қолынан алған Сержан Шәкіратовтың өзінің ағасы болды, ағасының баласы Алым Ысқақ деген кісі. Ол кісі енді ерте жасында 50-нің шамасында қайтыс болып кеткен екен. Сол күйді ол Сержанға беріп үлгеріп кеткен ғой енді шыны керек. Осы міне Сержан ағаларың болмаса, қазіргі таңда күйлер бізге дейін жетпес еді. Мен өзім мысалы консерватория табалдырығында жүргенде ешқандай Маңғыстаудан күй білмеймін. Мысалы тек қана Ақжарма, сосын жаңағы Қосайырған, сондай ғана 2-3 күй білетінбіз өзім Маңғыстаулыққа бола тұра. Ал енді оны үлкен дәрежеге жеткізген Сержан деп айтатын себебім бірден-бір кісі сол. Өйткені сол кездегі малғаждар Аубакир, Қарша Ахмедияр, Айтжан ағайлардың арқасында қайта-қайта ол кісіні Алматыға шақырып, күйлерін дәріптетіп, сөйтіп жүрген. Мысалы Есір, Еспай, Қартбай, содан кейін кім бар? Жолды, Құлшар, Өскінбай, сол кісілердің күйлерін, сол кісілердің өздерін классикалық дәрежеге жеткізіп кеткен сол кісілер ғой. Мысалы Сержан аға болмаса, ол ешкім әлі күшін біз білмес едік. Одан кейін Роза Айдарбаева деген апаларымыз қазір Маңғыстау өнер колледжінде сабақ береді. Содан кейін Айтберген Жаңбыршы деген кісі, Нағату кітабының авторы. Осы міне 3 кісі болмағанда біздің Маңғыстау күйшілігі осындай дәрежеге жетпес еді. Біздің Айтберген ағайымыз өзі Нарату деген 1 және 2 деген кітап шығарып, Маңғыстаудағы Мұрат Өшкінбай конкурсы сол кітаптардың ішінен орындалып жүр енді. Ал енді қазіргі таңда менің зерттеп жүргенім сол кісілердің, жаңа Өскінбай, Құлшар, Қартбайлардың, Есірлердің тың күйлері. Өйткені жаңа Ақжарма болсын, Жалдықара болсын, сол кісілердің арқасында уже біраз деңгейге жетті, балдар біледі. Ал қазір менің де сөз қосайын деп отырғаным сол тың күйлер жөнінде. Биыл Мұрат Өшкінбай конкурсында енді осы 2 кітаптан алыпты. Ол жағынан хабарларыңыз бар шығар. Сосын тағы айтып кететін, бұл конкурсқа келіңіздер енді шыны керек. Мына көптен бері мен байқап жүрмін, жойылды болып барып жүрмін. Облыстардан көп балдар келе қоймайды екен. Енді қиын болғаннан кейін шығар түсінемін, бірақ кеше мысалы Жалдықара деген күйді қойып едік, бәріңіз өз деңгейінде алып шықтыңыздар, енді риза болдым. Жалдықара деген күй Маңғыстаудың ең шоқты күйі болып саналады. Оны ойнаған адам басқа күйлерінде ойнай береді деген сөз. Ал кеше енді бәріңізге риза болдым мен. Мына конкурсқа қатысқандарға айтамын, бәрі запистен болсын үйреніп. Міне мысалы Талғат сияқты ағайларыңыз бар, ол кісілер өздері біледі. Айман келіп отыр, Ақбаева, Чайковскийдан. Сондай ағай апайларыңыз үйрететін болу керек. Кәдімгідей бір адамдай тартып шықтыңыздар, соған мен өте риза болдым. Енді мысалы жаңа алдағы Мұрат Өшкінбай конкурсы, одан кейін мына келесі семестрде, мына ақпан айында ғой деймін, бізде мына Қосшек деген конкурс болайын деп жатыр. Ол биыл 10-ші рет өтейін деп жатыр. Мерейтойы, юбилей ретінде біз енді оны шама келсе, қаржы табылып жатса, әрине дүркіретіп өткізбекшіміз. Соның ішінде мен әлі бағдарламасын бекіткен жоқпын, бірақ Маңғыстаудың жаңа тың күйлерінен өзімше ойлап қойдым. Оның біреуі жаңа Балбекенің Балбұрауы деген күй болады оның ішінде. Сосын Есірдің теріс қақпайы деген болады. Есірдің теріс қақпайы да тың күй ол. Еспайдың теріс қақпайын естіп жүрген шығарсыздар, бірақ Есірдің теріс қақпайы деген күй бар. Ол да әдемі күй. Одан кейін Жанғабылдың күйі, Жанғабыл деген бұл тың композиторлар.
Одан кейін Өскенбайдың перне баспай деген күйі табылды. Осы уақытқа дейін Өскенбайдан тек қана бұлбұлақ жереңді балдар тартып жүр ғой. Содан кейін жаңағы Жаңылтпаш тартып жүр. Ал енді қазір перне баспай деген бір әдемі күйі табылды. Сол осы 4 күйді Маңғыстаудан қоймақшымын. Қазір шама келсе осы күйді тартып көрсетейін. Айшылқан домбыра жоқ. Sen Nurdo'dan alып бол. Nurbottан. Өскенбайдың перне баспай деген күйі аса қиын емес, жаңа байқап отырсыздар. Бір күйді Маңғыстаудың күйлерін ойнағанда басынан аяқ бір деммен ойнап шықсаңыздар, мысалға бөлмей арасында дыбыс бөлінбеу керек мысалға да. Дем деген бұрын шалдардан сұрағанда қиын күйлерді сұраса демім жетпейді деп айтады екен ғой. Дем деген адам ойнағанда диханиясын ішке тартып отыру керек та, кішкене сонда күй әсерлі шығады кішкене. Ал екіншісі мына жаңа Тұрар ағайыңыз айтып жатыр ғой, домбыраны ойнағанда қақпаққа соқпау үшін мына мойнынан тартып, сосын мына Талғатты айтқандар біледі ғой, бұрын бізге үйреткен кезде мына жерден домбыраның мына жағынан соғу керек та, кішкене тақтайға ұрмау үшін міне. Сондай қылып тартса, мына күйді өте әсерлі шығады. Ал бұлай аса қиын күй емес бұл күй. Ал екінші күйге енді есердің теріс қақпай деген күйді қойдық. Олай.
күрделілеу сияқты. Міне осы екі күйді қойдық. Одан кейін үшінші күй тым күй, жаңғабылдың күйі жаңғабыл деген. Соны тартып берейін. Үш күй орындалып, бұл қош ішектің репертуары. Енді бір күй қылып, ол жаңа Балбикенің күйі, Балбырауын деген. Балбикенің өзі енді есірлердің шамаласыз 1840 жылы туылған адам екен. Жалғыз күйі табылып отыр, Балбырауын деген. Сол енді былай техника жағынан тез тартылатын күй. Мен қазір енді барынша жай тартып көрсетейін. Балдар бірақ зуылдатып ертең алып шығады, білемін. Нотасының бәрі бар. Жаңа кітап шығарды Маңғыстаудың 100 күйі деген, соның ішінде бар. Енді Мұрат Өскінбаевтан тағы бір күйді Айшолпан орындап берсін. Жаңа нені орындап берсін? Бейбіт орындап.
жай күйлерді қиын деп айтады ғой. Ол көрдіңіздер ме? Жай күй тарту қиын негізі тез күйден. Біздің Мұрат Өскенбаевта осы күй бар. Бұл енді Мұрат екеуінің записі жазылып кеткеніне 50 шақты жыл өтіп кеткен, кішкене тез болып кеткен ба? Ондай темпте ойнамаңыздар негізі. Бұл әкенің жоқтауы деген өте қайғылы күй. Өзінің әкесі енді Өскенбай дүниеден өткен кезде шығарған күйі ғой Мұраттың. Бұл күйді ойнағанда сосын жаңағы бұл күйдің қиындығы жаңағы сондай бір деммен басынан аяғына дейін ойнап шығылды. Сондықтан ертең қатысып жатсаңыздар. Қайғыны білдіріп ойнаңыздар. Мысалы басында кетесінде алға сүйрейтін жерлері бар. Бұрын орнына қайтып көріңіз. Сөйтіп мына жерде сондай. Ал хор болсына басынан аяғына дейін дәл бір темппен ешқандай жаңағы нюанс жасамай ойнап берсеңіз, онда ойнау қиын бұл еді. Сондықтан есте болсын. Екінші күй бейбіт өмір білесің? Басын ойнап. Ойнап білемін. Мұрат Өскенбаевтың бейбіт өмір деген күйі. Ол түн күйлердің бірі. Саға кетеді, одан кейін мына латтық трегі бар, жаңа неге сифаға түсетін жері бар. Ноттан қарасаңыздар білесіздер, өте қиын. Мысалы енді Дәулеткерейдің жігерімен пара-пар десе де болады бұл күйді.
бұл күйдің қиындығы да сонда, жаңағы бір деммен басынан аяғына дейін. Негізі мына балдарға айтып кететін, мысалы біз ұршық дейміз ғой, ұршық деген ол жаңағы енді қазір кемпірдің ұршығы үйіп отқан ұршығы деп оны айтпайды. Мына ұршық деген біз өткен жаңа күн системасын айналамыз ғой, соны ұршық дейді. Мына адамның да ішінде өзінің ұршығы болады. Айналып тұру керек та, бір жаңа дем деген сол негізінде. Мына балдар соны түсініп алса, сендердің артық домбырашы болмайды негізі. Күй ойнағанда басынан аяғына дейін бір деммен тартып шығуды үйрену керек та. Ал ұршық екеу, мысалы жер өз-өзін тағы айналып барады ғой, сол сияқты екінші ұршық ол ішіндегі жаңағы нюанстар жасау. Беретін жерінде беріп, кейін тартатын жерінде кейін тартып, алға сөйлейтін жерінде алға сөйлеп, соның бәрі мына күйді әділеп отырады. Мына тыңдарманға жетеді. Сіздер татқанда солай тартсаңыздар өте керемет болады. Ал енді мына екі конкурста өтетін күйлерді тартып бердім. Уақыттарыңызды көп алмайын, келгендеріңізге көп рахмет сіздерге. Сізге Ой, Жұбаев, сізге де көп рахмет.